Alright, сәлем достар. Бүгінгі күннің stocking play, бүгінгі жалпы stock trading жасағанда алдымен сканерден стоктарды шығарамыз. Қандай стоктар жалпы қозғалып жатыр, қандай жаңалық бар деген сияқты соларды бүгін шығарамыз. Бүгінгі стоктарда болғанда мынандай стоктар шығып жатыр. JD, NVDA, RKT, SRNA, Walmart, Home Depot, Nevada, KSS деген, Cole деген, американ стокі, Tesla, SE, Gold, Zoom, қазір біздің керектен отырған Zoom-е. Жанда спай болғанда, енді күнделікті біз керектен отырған спайлар қойдыңыз. Осымен бүгінгі стоктар шықты. Осыдан бүгінгі жасаған стоктар Amazon, KSS, Tesla деген стокты трейд жасадым. Жалпы overall болғанда $404. Бүгінгі күннің пайдасы. Жалпы бүгінгі күн қалай трейд жасалды? Алдыменен Tesla мен KSS деген стокта, және Cole деген стокта, компанияның стокын алдыменен негізінде трейд жасағанбыз. Бұл Cole деген сток болғанда жалпы earnings болды бүгін. Earningsтан жалпы жаман емес шықты, бірақ та қарызы өте жоғары. Жаңағы ағылшынша debt дейміз, қарызы өте жоғары болғандықтан жалпы сол жағынан жаман жаңалық деп айтуға болады. Сосын ол қайтты дегенде түсте, бүгін өте жаман түсіп ашылды. Сосын бұны мен шорт жасауға негізінде дайындалып отырдым. Сосын бізде болғанда стокте жасаған кезде алдымен free market high, free market low белгілейміз. Ар жағында мыналар болған кезде кешегі күннің ең жоғарғы және төменгі левелдарда мынау кешегі күннің жабылған левел дегенбіз. Сонымен бүгін таңертең мына сызық болғанда VWAP деген маркет ашылып жатқан уақыттың несі белгілі. Нью-Йорктың сағатымен 9:30-да ашылып жатыр дегенбіз. Қазір мына 1 минуттың таймфреймінде оның ортасындағы VWAP деген индикатор ар жағында кішкене сызықтар болғанда moving average-тар. Осы жерден қайтта ашылды. Не болды дегенде free market low-ды бұзды, таңертең ашылса бұзды. Трейд жасағам жоқ. Сосын бір low жасады. Мына болғанда осындай бір range жасады екінші минутында. Осы range деген енді қандай бір, мынау енді 5 минутқа қоятын болсам, 5 минуттың таймфреймінің енді low деп айтуға болады. Енді low болғанда кішкене астына қарай екен, енді баяғырақта жалпы бір талай low жасады. Енді осы болғанда қазіргі алғашқы минуттардың енді саппорты болып жатыр дейміз. Сосын саппорты болып жатыр деген сөз қайтты. Мен негізінде менің план бойынша болғанда, егер мынаны агрессив бұзатын болса, кендл сыртында жабылатын болса, негізінде шортқа кірем деп солай план жасап отырғанмын. Мына бойынша. Сосын не болды дегенде, негізінде бұзды. Бұзған кезде менің сызығым негізінде мынандай болатын да, мынаны бұзса деген сызықта болатын. Бұзды, сосын шортқа кірдім. Кіргеннен кейін мынау тоқтап қалды. Consolidation деп айтамыз, бір жерге бүйтіп ешқандай бағыт жоғары жақсы түспей тоқтап алды. Сосын мына жерден түсіп кеп, хаммер үлкен волюммен хаммер шығып кеп, қайтадан үстіне қарай engulfing деген pattern шығып, үстіне қарай қызылмен жоғары волюммен шыққан жерде мен шығып кеттім да, шегермен. Ол кезде $46 мен шегерден шығып кеттім. Бірақ та ең жаман жері өкінішке орай, ол қайтып жалғас түсте шорт жасап. Мына түскен кезде өте жаман түсті. Мына егер холд жасаған болса, әтлес жоқ деген бір $200-300 табатындай бізде мүмкіндік болғандай. Негізінде стокты дұрыс тапқанбыз деген сөз. Стокты дұрыс тапқанбыз, бірақ та біраз patient, шыдамдылық деген нәрсе кішкене болмай қалды. Бірақ та бір жағынан мына жерден кішкене manipulation сияқты нәрсе болып кетті, choppy сияқты. Мына жерден өсіп кететіндей сигнал берді да бізге, енді хаммер шығып, ар жағында үлкен қызыл кендл шығып, болумен шыққаннан кейін шықпасқа енді ешқандай не болған жоқ та, себеп болған жоқ. Сөйтіп отырған кезде Tesla мен соңында айтайын. Алдымен Amazon'ды айтайын. Amazon'ды болғанда біз негізімен трейд жасайтын планда жоқ болатын, бірақ та бүгін өте жақсы. Неге планда жоқ дегенде, ана free marketте өте choppy, free market ешқандай не жоқ. Жаңағыдай волюм да жоқ, ешқандай не деп болмағандықтан мен Amazon'ды free marketте трейд жасағам жоқ деген сөз. Менің watchlistімде жоқ болатын. Сосын бірақтан алғанда мына жерде үлкен resistance-ды бұзды, Сосын
маркет ашылғаннан кейін pop-up жасады. Оны болғанда біздің live trading таңертең live Discord чат-румның membership-тарымен бізге таңертең сайын трейдинг жасағанда мен screen share жасап live trading жасаймын. Олармен screen share жасаған кезде олардың біреуі маған оффер жасады. Осын трейд жасап болатын сияқты жақсы өсіп отыр екен деп. Сосын болғанда ол шынымен де жақсы өсіп жатты. Сосын үлкен high жасағаннан кейін өте strong көрініп тұрғаннан кейін мен не жерден new high, жаңадан high жасайды ғой, анау үстіне қарай breakout жасаған жерден volume өсіп жатқан жерден кірдім. Негізінде себеппен кірдім, енді ана жерден volume өсіп жатты. Өйткені өскеннен кейін қайтадан consolidation болып pullback жасаған кезде volume түсіп, одан кейін қайта 9 moving average-ін hold жасап тұрып, мынаны енді bull flag деп айтсақ та болады, bull flag деп айтуға да болады. Bull flag болғанда ABCD pattern, bull flag деп айтамыз. Ұстардың барлығы осылай жүріледі деген сөз. Мақса келеді да, одан кейін үстіне қарай кетіп кетеді деген сөз. Сол жерден кірдік деген сөз. Мына breakout-тан кіріп тұрмыз ғой, негізінде себебімен кірдім. Бірақ та стоп аут болып қалдым. Мен неге дегенде fake breakout болып жатыр деген сөз. Мынау үлкен volume, қанша үлкен болмаса да candle үлкен болмай қалды. Сосын кішкене volume кіріп келгеннен кейін негізінде ертерек шығып кету керек болды. Мен өзімнің mistake-ім $100 риск қойғам. Соны $105 мен стоп аут болып қалдым. Tesla бұл Amazon болғанда, Amazonнан мен өзімнің қателігіммен болып біраз сондай нәрселер жасап қойдым. Тесланы болғанда мына жерден көрейік. Tesla болған кезде не болды деген кезде көрейік. Tesla болған кезде all time high-да тұр. Кеше болғанда үлкен мынандай all time high-да мына жерден үлкен volume-мен бұзған. Одан кейін 2 күн consolidation деді ғой. 2 күн consolidation болып кеше all time high-да бұзды. Кеше өте жақсы volume-мен өте жақсы болды. Бүгін енді соған байланысты бүгін біз трейд жасаймыз деген план болды. Неге дегенде free market-те неше процент, 2-3% өсіп тұрды. Volume 1 миллионнан жоғары volume бар. Өте жақсы volume-мен жасалып жатқандықтан біз трейд жасайды деп план болды. Free market high, free market low мына жерде. Сосын бізде мына жерде бір лейбл бар. Астында оғанда yesterday'дің high деген сөз. Кешегі күннің ең жоғарғы лейбл деген сөз. Ар жағында көп лейбл жоқ. Сонымен трейд жасамақшы план жасап отырғанбыз. Сосын не болды деген кезде бұл жерде біраз қызық нәрселер болды. Алдыменен трейд көйтіп алайық. Алдыменен маркет ашылды, hold жасаған сияқты болып тұрды. Мына жерде ұстап тұрған сияқты хамыр шығып, пап деп өсті да, алғашқы 3 минутта volume жоғары өсті да, одан кейін қайта түсе бастады. Бірақ та бұл кезде SPY негізінде басында strong тұрған, жақсы өсіп тұрған, бірақ та анау түсе бастады. Түсіп келіп мына лейблда hold жасаған сияқты тұрып алып, кішкене pullback жасап алды да, одан қайтадан түсті. Мына жерден жақсы шорт жасадық негізінде. Мынаны бұзды, мына жерде кішкентай саппортты бұзып тұр, оны алғашқы маркет ашылғандағы жасаған саппорт, маркет ашылғанның алдындағы жасаған саппорт. Осының жерден агрессив бұзып жатыр, volume өте жоғары. Сосын шортқа кірдік. Шортқа кіргенде стоп-лосс маңайда. Менің стоп-лоссым мынадан кіте жоғары болатын да, кішкене жоғары маңайда. Сосын шортқа кірдік. Одан кейін түсіп келіп кітеп кішкентай pullback жасап алды да, 9 moving average-ға. 1 минутпен айтып тұрмыз ғой. Мына жерде мен 5 минут пен 15 минут қатар қарап отырмын, мына жерде не болып жатқанын. Сосын қайтадан түсіп астына келген кезде мен free market-тің low-ын, free market low-тың лейблынан негізінде profit take жасауға тісті болатынмын. Ол кезде бірақ та анау агрессив түсіп жатқандықтан тосып астынан жартысын саттым. Бұл жерде маған бір $57 ма сондай кірді ғой деймін да. Мен енді бүтін шықсам бір $120. Бірақ та жартысын саттым. Ол қайтадан үстіне келіп pullback жасап тұрды. Неге дегенде volume онша жоғары емес. Pullback-та болғанда normal average volume-мен жоғарылады. Сосын 9 moving average-да 20 moving average-ны бұза алмай, қайтадан түсіп бастаған кезде, жақсы volume-мен түсіп бастаған кезде мен қайттым, қостым қайтадан үстіне қосып, қайта келген кезде partial барлығын үш жерден саттым. Осымен бітті деген сөз. Осымен Тесладан шықтық. Мына жерден мен $147 ма, сондай $146 таптым деген сөз. Одан кейін мен енді Тесланы болғанда мен алдымен Тесла менен кесті жасап, трейд жасап, сонымен $100 мен отырған кезде, сол $100-ды Amazonға беріп қойдым да, сонымен негізінде break even дейді ғой, жаңа 0 мен отырған. Одан кейін Tesla болған кезде негізінде
мынандай даунтренд жүріп жатыр, оны негізінде осы даунтренд негізінде бұзды үстіне қарай. Сосын Тесланы қарап отырдым, тосып отырдым. Тесла не болды дегенде, Тесла 5 минуттан да 15 не минуттан да ақсаған channel сияқты не жасап өсті да негізінде мынандай. Осындай channel сияқты немен өсе бастады. Сосын менің планым болған кезде мынаны бұзса кірем деген план болды да. Мынаны бұзатын болса. Мына енді өң ауыстырайықшы енді. Purple-ға қойсайық. Мен мынаны өшіре тұрайын үстін. Неге дегенде мен алдында білгем жоқ. Алдымен мына жерде бір хай тұр, мына жерде бір хай, қайтадан сол жерге барып 2 рет, 3 рет тест жасап құлаған. Бірақ асты higher low жасағандықтан мен қайттым, мына жерден breakout-тан кірдім деген сөз. Өйткені мына жерден breakout болғанда VWAP-ты да бұзып жатыр деген сөз қатарынан. Moving average-лердің барлығы астында. Содан кейін қайта үстіне кіргенде қайта қостым. Бірақ та pullback жасады. Pullback жасаған жерде мен шығып кете жаздап, мен майнусқа кіріп тұрмын ол жерде. Майнус $100 ма соған кіріп тұрмын. Мен бірақ та мен планым болған кезде мынау неге мен холд жасап тұрмын деген кезде мынау өскеннен кейін pullback жасап отырған pullback болғанда өте ұзын pullback қарасаң at least 3 candleмен pullback жасайды. Өскен at least 3 candleмен pullback. Сонда pullback-ы 1 минуттың несімен 3 candleмен pullback деген сөз. Ал енді 5 минуттан қарайтын болсаң pullback болғанда 1-5 минуттың candle деген сөз. Сондықтан біз қайтеміз деген мынадан дейін at least 15 минут деген сөз. 15 минуттан кейін бір pullback жасап отыр деген сөз. Бітке pullback жасап отыр деген сөз. Сондықтан мен қайтым дегенде сатқам жоқ деген сөз. $100-ға келді, minus $100-ға келді, рискіні алдым. Бірақ та мына жерде мен ең соңғы левелім 50 болатын да, 50 moving average. Мынау 100 moving average, 200 moving average somewhere. Free marketқа мынаған келмейтін біліп отырмын да, мынаған келетін болса, онда мына тренд кетіп қалғай тұр да, мына жерден higher low жасап тұр ғой. Сол higher low'сты бүйтіп жалғастырып кету керек болатын да. Сосын келді, hold жасаған жерден мына 50 moving average дәл осыған келді, сентпен hold жасап, сол жерден тура қайтадан қосып, стоп лосс тура астына қойдым. Біраз риски болды, бірақ стоп аут болса мен мына жерден бір $100 стоп аут соның өзінде. Бірақ та қосып average бағамды кішкене азайттым да, стоп лосс рискіні кішкене қойып, одан кейін үстіне келген кезде жаңадан breakout жасаған кезде қайттым мына жерден белгілі болды, higher lows үстіне қарай негізінде өсіп жатты да, сол жерден тура сатып бұл жерден шығып кеттім, бірақ та біраз жоғары барды, менің ойлағанымнан жоғары барды. Сонымен сол жерден шығып тек қана Tesla-дан $410 жасадым. Мына жерде онда рискс бар, $150 рискқа қойдым деп айтсам болады, содан $410. Overall болғанда $400. Осымен бүгінгі трейд болғанда бітірдік. Негізінде жаман күн болған жоқ. Осылай енді күнделікті негіз трейдті жасап салып отырамыз. Ал жалпы керектенетін платформа болған кезде Das Pro. Ал егер осы stock trading туралы үйренгілеріңіз келсе, day trading, swing trading, investment қайғайсында үйренгілеріңіз келсе, сіздер үшін веб-сайт жасалып болған, сол веб-сайттан сатып алуыңыздарыңызға болады, және біздің лайв сабақтармен жүргізіп отырмыз, соларға қатысуларыңызға болады деген. Оның барлығын астында линкқа салып қойдық. Егер қызықтап жатсаңыздар, және де Instagramнан мені фоллоу жасап, мен күнделікті трейдтерімді көріп отыруыңызға болады. Жалпы біз трейдтің барлығын лайв трейдинг арқылы жалпы Discord чат-румның өзіміздің membership'термен бірге трейд жасап отырамыз күнделікті. So see you guys in the next video. Peace.